Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді асты бірге жасайтын боламыз. Кешкі асымызға гуляш жасаймыз. Қызып тұрған қазанға сұйық майымызды құямыз. Яғни турап алдым алдын ала етімізді. Етімізді де осылай салып, қызартып қуыратын боламыз. Мендегі ет тұздалған ет, жылқының еті. Яғни тұз салмастан қызартып қуырып алатын боламын. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жақсы рецепттерді бөлісетін боламын. Қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Осылайша біз пиязымызды да салып, етімізбен араластырып, қызартып қуыратын боламыз. 2 ас қасық томат пастасын пайдаландым. Томатымызды да етімізбен араластырып, яғни қуырып аламыз. Су құямыз. Су құйып, газдың астын төмендетіп, баяу отта, яғни пісіріп аламыз. 3 ас қасық ұнымызды осындай ыдысымызда қызартып қуырып аламыз. Жаңағы қуырып алған ұнымызға азғантайдан су құйып отырып, венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Сорпамыз қайнап қалып дайын тұр. Енді біз жаңағы қуырып алған ұнымызды құятын боламыз. Осылайша лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, яғни біздің подливіміз дайын болды. Енді біз картобымызды осылайша тұз салып, қайнатып пісіріп аламыз. Картобымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылайша картобымызды езіп аламыз. Кешкі асымыз дайын болды. Өте дәмі керемет, әдемі болып шығады. Достар, егер видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.